Жаңа жылдық видеомның екінші жасына қош келдіңдер. Бүгін біз подаркалардың жалғасын қазір айтатын боламын. Так, бірінші айтқым келіп тұрған бұл фотокамера. Мен интернеттен көп көрдім Canon камераларды, өте күшті түсіреді, таскам деген сияқты. И осыны подаркаға берсеңдер, өте күшті есте қалатындай сыйлық болар еді, естелік ретінде. Және әрбір қызға қажетті, бұл бізде плойкамен өте жоқ. Маған қазір плойкамен өте жоқты берсеңдер, Тани Сантаға жақсы қуанатын едім, потому что менде екеуі де жоқ, біреуін сындырдым. Күшті. Жаңа жылдық видеоды көріп жатасыңдар. Эстетичный болып осындай күшті кружкаларды ұстап алып, кофе, чай ішіп жатып, күшті видео түсіретіндер бар. Осындай кружка сыйласаңдар да өте күшті вариант, өз басым маған ұнайды. Енді чехол. Мен мына жерде айфонға ғана байланысты варианттарды қарастырдым. Только бір емес, 2-3 чехол беріңдер, оны ұзаққа пайдаланады, чтобы есте қалады, ол всегда жүреді қасында. Келесі бізде сумка. Мен сумкаларды өте жақсы көремін. Сумка берсеңдер де өте күшті. Маған сумкалар ұнайды, базар жоқ. Сумкаға келген кезде басым айналып кәдімгідей. Және очки сыйласаң болады. Кәдімгі зрениеға арналған очки емес, зрениеға арналған очки, күннен қорғайтын очки, әйтеуір бір очки сыйласаң, ол да күшті. Маған да бір очки сыйласа, одан жақсы көріп кететінен базар жоқ. Және келесі наушник. Менің осы уақытқа дейін 3-4 наушнигім болды, және оларды уже мен сындырып жоғалтып істемей қалғандары да бар. Наушник сыйлаңдар, достар, күшті идея. Немесе бұның бәрін алға ерінсеңдер, бір дайын бокс сатып алсаңдар, осындай күшті, бәрі бар ішінде. Енді украшениеға келген кезде қыз басымызбен сынып қалатынымыз бар, ол ашығын айтайық. Цепочка, кольцо болсын, браслет болсын. Және соңғысы бізде Bluetooth колонка. Менде қазір колонка алғым келіп тұр. Колонкада ол жаман емес, ол сыйлық. Зато позитивен жүресің, колонкамен бірге жүрсің. Видеомның екінші жасы ұнаса лайк басып тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, достар.